Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді, нәзік, осы күнге дейін көптеген тапсырыстарға, сұраныстарға ие болған пирожный бұл, және де осындай өте нәзік болып шығады, жұмсақ болып шығады. Осы рецепт ютубта жоқ, сіздермен бөлісейін деп шештім. Менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін бізге керекті заттар описание бөлімінде қалдырамын. Және де ең бірінші, бұл пирожныйға менің қолданатын сгущенкам бұл буренка. Және басқа сгущенкалар келмейді, өйткені олар сұйық болып келеді. Ең алдымен біздің жұмыртқаға барлық шекерді салып миксерлейтін боламыз. 5-6 минуттың көлемінде біздің жұмыртқамыз ағарғанша миксерлейміз. Одан соң сгущенканы құятын боламыз. Сгущенка бөлме температурасында болуы міндетті. Барлық ингредиенттеріміз бөлме температурасында болуы тиіс. Енді ерітілген сары майды құйып, оны да 1 минут көлемінде миксерлеп алатын боламыз. Енді біздің соңғы этап бұл еліктен өткен ұнға 1 қасық разрыхлитель салып, араластырып, біздің массаға 3 бөлікке салып араластыратын боламыз, және венчиктің көмегімен асықпай, жаймен араластырамыз. Міне осындай қою масса шығуы керек. Міне мен осындай противень қолданамын, және оның үстіне міндетті түрде біз пергамент төсеуіміз керек. Ең жақсы пергаменттер болса, тіпте тамаша, біздің тестамыз асты жабыспай пісетін болады. Ол өзіңізге де ыңғайлы алғанға. Осылай бір келкі етіп шайып шығатын боламыз. Міне осындай қалыңдықта, шамамен 5-6 сантиметр қалыңдықта. Противеннің барлық бетіне жайып тастамаймыз, және жарты бөлігіне дейін ғана жаятын боламыз. Енді біз пирог піскенше осындай крем дайындайтын боламыз. Ол үшін маған осындай шелектегі қаймақты пайдаланамын, және кез келген қаймақты пайдалансаңыз болады. Арзаны болсын, қымбаты болсын, онда тұрған разница жоқ. Енді біз қаймаққа қантты қосып араластыратын боламыз, және венчикпен араластырамыз. Егер де сіздің қантыңыз ерімей, қатты болып қалатын жағдай болса, креміңіз қою болып қалатын жағдай болса, миксерді пайдаланасыз. Ол кезде миксермен 1-2 минут араластырсаңыз, сізде сұйық крем шығатын болады. Міне біздің коржымыз дайын болды. Енді оны осындай насадканың көмегімен, не болмаса стакан, кішкентай стаканмен кессеңіз де болады. Осындай дөңгелек шариктер кесіп дайындап аламыз. Бірінші осындай біздің корждың үстінен басып шығатын боламыз. Бізде шамамен 25-тен астам штук шығатын болады. Енді осылай коржды аударып, пергаментті алып, шариктерді бөліп алатын боламыз. Барлығын бөліп аламыз. Енді мен осылай ыдысқа салып алдым. Қараңыздаршы, бұл пирожный жұмсақ болады, өте жұмсақ, нәзік болады. Енді кезекте қалған бөлігін терканың көмегімен, теркадан күштен, яғни өткізіп аламыз. Майдалауымыз қажет, яғни крошки дайындаймыз. Міне крошкаларымыз дайын болды. Енді біздің кремді алып, шариктерімізді бірінші кремге батырамыз, одан соң корждарға аунататын боламыз. Ол үшін бізге осында 2 қасық қажет болады. 1 қасықпен шарикті аунатып, екіншісімен коржбен аунататын боламыз. Дәл осылай барлық пирожныйларды аунатып шығамыз. Міне дайын болған пирожныйларды кемінде 1 сағат, көбінде 5-6 сағатқа дейін біз холодильникте ұстауымызға болады.
пирог өте дәмді болып шығады. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіз.